Күкірт туралы сұрақтармен танысып өтейік. Сары түсті кристалл зат бұл күкірт тотықтырғанда түзілген өнімнің судағы ерітіндісінің массасы. Күкіртті тотықтырған кезде ол SO2 түзеді. Күкірт 4 оксидін түзеді. Ал күкірт 4 оксиді бұл қышқылдық оксид болған үшін суда еріткенде күкіртті қышқыл H2SO3 түзеді. Яғни қасиеті қышқылдық қасиетті көрсетеді. Келесі сұрағымыз: аккумуляторда болатын қышқылдағы элементтердің сандық қатысы. Автокөлік аккумуляторларында болатын қышқыл күкірт қышқылы, ескі аты купорос майы деп аталады. Купорос майы бұл май тәрізді ауыр сұйықтық. Формуласынан көріп тұрғандай, элементтер сутегі 2, күкірт 1 және 4 атом оттегінен тұрады. Сандық қатыс 2, 1, 4. 2006 жылы Ресей ғалымдары формуласы С2 С8 болатын жаңа затты синтездеп алды. Бұл заттың аты сул флобер. Яғни бұл күкірт және күнбағыс деген сөздерден құралған екен. Күкірт әрекеттеспейді. Күкірт әрекеттеспейтін екі металл бар. Ол платина және алтын. Осы екі металмен күкірт әрекеттеспейді. Глобер тұз деп аталатын тұз, яғни мирабелиттің құрамындағы су жұқпайтын элемент. Күкірттің ерекшелігі су жұқпайды. Ол суға батпайды. Судан қалқып шығады. Яғни бұның ішінде су жұқпайтын элемент бұл күкірт. Енді күкірттің тыныштық күйіндегі конфигурациясы 3s2 3p4. Күкірттің 4 бұл кезде ол эквивалентті болады. Күкірттің қозған күйіндегі конфигурациясы 3s2 3p3 3d1. Яғни бұл жерде жұптаспаған электронның саны 4-еу, күкірт 4 валентті болады. Ал және бір қозған күйінде 3s1 3p3 3d2 болады. Бұл кезде күкіртіміз 6 валентті. Сәйкестендіру тапсырмасы. Күкірт сутектің SO2 мен әрекеттесуі, яғни күкірттің мүмкін болатын тотығу дәрежелері -2, ең жоғарысы +6, аралық 0 және аралық тотығу дәрежесі +4. Күкірт H2-тің құрамында ең төмен тотығу дәрежесінде тұр. Ол типтік тотықсыздандырғыш, ал SO2-де болатын болса, ол аралық тотығу дәрежесінде тұр. Әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш болуы мүмкін. Бұл коммутация реакциясы. Екеуінің кездесетін жері S. Ал екінші реакцияда SO3 пен әрекеттестіріп жатыр. SO3 пен әрекеттестірген кезде H2-ті екеуінің кездесетін жері +4-ге сәйкес келеді. Бұл сәйкестендіру тапсырмасы. Келесі демеркуризация сынапты күкіртпен залалсыздандыру. Яғни кәдімгі жағдайда сынап пен күкірт бөлме температурасында әрекеттесіп, гидрогерум С сынап 2 сульфидін түзеді. Осылай етіп, күкіртті төгілген сынапты күкіртпен залалсыз